Барлықтарыңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін бізде өте керемет қайырымдылық күні. Бүгінгі күнде қайырымдылық жасасаңыздар, тем более Рамазан айына келіп түскен екен. Осы қайырымдылық жасап жүріңіздер, және де 14:30-да біздің эфирді көруді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Кеше Зарина кіммен киноға барып бүгін 14:30-да барлық жаңалықтарды білетін боласыздар. Сондықтан да іздей көріңіздер. Және де менің осы киімімді бағалап кетсеңіздер. Қалайсыздар, қайырлы таң барлықтарыңызға. Кеше ғана қыс еді, бүгін міне қайттан көктем. Бұйырса ертең жаз боп, арғы күні күз боп, понедельник күн жаңа жыл тойлатып жасақ. Нұр үстіне нұр боп, бір келесі аптаның аяғынан 2030-ға кеп алсақ та қаласың ба? Сәлем, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін жұма, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін мен осындай жасыл түстемін. Негізі жасыл түсті көп кие бермеймін, бірақ білмеймін, жарасып тұрған сияқты. Енді біз бір апта бойы осылай ұлттық нақышта заманауи қылып, қазақша үлгіде киімдерді осындай әдемі әшекейлер тағатын боламыз. Наурыз мерекесіне қарсы, құрметіне деп айтайыншы. Сіздер де осылай ұлттық нақышты киімдерді киіп, наурыз қарсаңында өз көңілдеріңізді өздеріңіз көтеріп, ерекшеленіп жүрсеңіздер болады деп совет айтып қойында. Қазір студияға кетейін деп тұрмыз енді. Сояқта қазір образымды көрсетемін, полный, и эфирді жер алмаңыздар. Бүгін мен арақатынас туралы айтатын боламын, Алла қаласа. Барша сұрақтардың жауабын бүгін естисіздер ғой, мен арақатынасыма бар. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн Қазақстан. Енді осы айдың 10 күнінде керемет мерекелер болады. Сол мерекелерге енді осындай керемет қазақ киімінде киініп жүретін боламыз, ұлттық киімде. Күндеріңіз сәттілік, береке, табыс. Всем привет! Вроде бы вчера вот снег шел, а сегодня все тает. Я не понимаю, Алматушечку. Вот так намного лучше. Поправляюсь по делам. И после обеда у меня обучение. Короче, сегодня прям хорошенько поработать. Достар, ассалаумағалейкум, қайырлы күн, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін наурыз мерекесі енді 10 күн тойланатын болып еді ғой. Бүгін соның екінші мерекелік күні болады, яғни қайырымдылық күні деп аталған. Енді 22 наурызға дейін осылай күнде тойланып кете береді. Жалпы қызықты эфир болғалы жатыр негізі. Сосын бір айта кететін